Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін біз сіздермен Бекстон бағдарламасында сюжетті суреттерді жасауды үйренетін боламыз. Ол үшін біз іздеу жолағына Bexton.com деп жазамыз, және де сіздерге осындай парақша ашылады. Және де ашқаннан кейін біз регистрироваться-ны басып, өзіміздің Google аккаунтымыз арқылы бұған тіркелеміз. Мен бұған тіркелгендіктен авторизоваться-ны басамын, және де менің өзімнің парақшам ашылады. Ашылғаннан кейін мінекей осындай парақша дайын болады. Көріп тұрсыздар, есіміңіз және де жоғарғы жақта фотосуретіңізді сіздер өздеріңіз өңдеп қоя аласыздар. Одан кейін міне әртүрлі категорияларды көріп тұрсыздар. Мои классы, мои комиксы деген сияқты. Мына жерде жоғары жақта новый классты басатын болсаңыз, сіз өзіңіздің сыныбыңызды енгізе аласыз, бірақ ол қаншалықты тиімді екенін тәжірибе барысында көресіз. Енді мои комиксыды басатын болсақ, бұл жерде сіздердің алдыңғы жасалған комикстарыңыз дайын болады. Мен қазір новый комикс дегенді басып, жаңадан комикс жасап көремін. Міне бізге осындай жұмыс парағы ашылады. Бұл жерде хэштегпен де жұмыс жасауға болады. Хэштегті басатын болсаңыздар, дайын күйінде әртүрлі персонаждарды немесе эпизодтарды таңдай аласыздар. Немесе төменгі жақта тізімнен таңдай аласыздар. Бұны таңдау барысында сіздер не нәрсеге мән беріңіздер. Бұл ақылы және де тегін болып екі категорияға бөлінеді. Ақылысында сіздерде құлыпша белгісі тұрады. Одан кейін жоғарғы бөлігінде персонажи, фокус және слова деген болады. Яғни бұмен де сіздер жұмыс жасап үйренесіздер. Енді қазір біз сіздермен бір эпизодты таңдап алайық. Осы бір бөлмені таңдап алдық. Енді осы бөлмеге персонаждардың ішінен кейіпкерімізді, қажетті кейіпкерді алып келеміз. Мінекей кейіпкеріміз келді. Енді осы кейіпкерімізді біз өзгерте аламыз. Оның киімін өзгерте аламыз. Мінекей көп тізімнің ішінен оның киімін ауыстыруға болады. Одан кейін цвет деген жерге барып, кожасын, терісінің түсін таңдай аласыз, шашының түсін таңдай аласыз, қаншалықты сізге қажет екендігіне. Одан кейін барып шаш үлгісін таңдай аламыз, қандай шаш үлгісі қажет. Яғни сіздің кейіпкеріңізге сәйкес келетін образды кәдімгідей өзіңіз жасай аласыз. Бұл өте тиімді. Одан кейін төменгі жақ бөлікте күннің, айдың белгілері тұрады. Оны басатын болсаңыз, бөлмеңіз қараңғыланады, немесе жарық күндізгі күн болып тұрады. Келесі лица деген жерге басатын болсақ, бұл жерде біз кейіпкеріміздің көңіл күйін таңдап бере аламыз. Таңғалысы, немесе қорқынышы, немесе қуанышы секілді әртүрлі эмоциялар толы. Одан кейін действие деген жерге басатын болсаңыздар, біз кейіпкеріміздің қандай әрекет жасап тұрғанын баса аламыз, көрсете аламыз. Және де қолдың белгісін басатын болсақ, біз кейіпкеріміздің қолына қандай да бір құралды ұстата аламыз. Бірақ тағы да бір өкініштісі, бұл жерде көптеген құралдар ақылы, сондықтан сіз тек қана тегін нұсқасын ала аласыздар. Мінекей бізде бір картинка дайын болды деп есептейміз. Одан кейін оны өзгерту үшін тағы да редактировать дегенді басып, ары қаратай біз қосымша тағы да нәрсе жасай аламыз. Біз алдыңғы есінде кейіпкерімізге сөз салмаппыз. Слова дегенді басатын болсақ, мінекей көріп тұрсыздар, кейіпкеріміз сөйлей бастады. Одан кейін фокусты алатын болсаңыздар, мінекей біздің кейіпкеріміз әртүрлі қырынан көріне алады. Жақыннан, алыстан, немесе өте үлкен крупный планды ала аламыз. Готованы басамыз. Мінекей бізде бір-ақ кадр дайын болды. Бізге әлі 2-3 кадр керек. Сондықтан да редактироватты басып, төменгі жақтан плюс белгісін басатын болсаңыздар, сіздерге жаңа кадр қосылады. Осы жерге біз енді жаңа персонажды, жаңа кейіпкерді алып келіп қоя аламыз да. Дәл алдыңғы кейіпкер секілді, ол кейіпкеріміздің
жаңағындай түрін, түсін, эмоциясын, іс-әрекетін түгелдей өзгерте аламыз. Және де қандай сөз айтып тұрған секілді слованы басу арқылы біз ол кейіпкерімізді сөйлете аламыз. Дәл солай біз плюсты басып үшінші кадрды да қоса аламыз. Оған мысалы үшінші кадрымызда тіпті олар басқа орында болуы мүмкін, оның орналасқан орнында ауыстырып көрсетуімізге болады. Енді ол сіздердің шығармашылықтарыңызға, қажеттіліктеріңізге байланысты. Мінекей біз олардың действиесін де өзгерте аламыз. Өте қарапайым, қарап тұрсаңыздар бағдарлама, бірақ та үнемі қарап, ізденіп, өзгертіп, тәжірибеде қолданған сайын өзі түрлі креативті идеялар сізге келе береді. Енді қараңыздар, бізде мынандай 3 суретті картина пайда болды. Біз оны скачать дегенді басатын болсақ, мына бізде әртүрлі макетте оны сақтап алуға болады. Сіз мына 3 фото бірінен соң бір немесе тізбектеліп, немесе бір фотоңыз крупный планда қалғаны ұсақ планда болуы мүмкін. Осылай сіз скачать дегенді бассаңыздар, мінекей төменгі жағында сіздерге JPEG форматында, PNG форматында екен, сақталып жатыр. Сіздер оны ашасыздар. Сақталғаннан кейін мінекей ашып алып, өздеріңіздің керекті Word құжаттарыңызға көшіріп алып қоя аласыздар, және де оқушыларыңызға керекті тапсырманы бересіздер. Бәлкім презентацияға да қойсаңыздар болады, немесе видео жасайтын болсаңыздар, видео түрінде де ұсынуға болады. Енді оның барлығы сіздерде ізденіп, креативтің арқасында келеді.